Баршаларыңызға қайырлы кеш. Сіздермен бірге қалай жер кезегіне қою керек екенін көрсететін боламын. Ең алдымен мен Яндексті ашып алып, поисковикке egop.kz деп жазатын боламыз. egop.kz бірінші беті ашылғаннан кейін Қазақстан Республикасының электрондық үкіметі дегенді басамыз. Сол кезде бізде egop-тың бірінші беті ашылатын болады. Оң жақ шетін қарасаңыздар, кіру немесе войти деп тұрады. Сол жерде кіру батырмасын басып, ECK кілті арқылы сертификатты таңдап, ECK кілтін басып, қойманы таңдап аласыздар да, өздеріңіз парольдерін жазып кіресіздер. Мына жерде менің нем шықты, атым шықты, Алдаберлі Амина деп подписация етіп, мінекей Алдаберлі Амина деп egop-қа кірдік. Енді осы беттен біз жылжымайтын мүлік дегенді тауып, соны басатын боламыз. Сол бет ашылғаннан кейін сол жақ бетте жер қатынастары деген тұрады. Соны бассаңыздар, жеке тұрғын үй кезегі құрылысына жер учаскесіне 10 соттық жерге кезекке тұру деп тұрады. Соны бассаңыздар, мына жерде бірінші қадам өтініш түрі. Бассаңыздар, кезекке қою, кезектен шығару деген тұрады. Сол жерде кезекке қою батырмасын бассаңыздар, астыңғы жақта аймақты таңдаңыз деген жол шығады. Содан мына жерде өзіңізге қалаған Қызылорда ма, Алматы ма, Астана ма таңдайсыздар. Мен әже Қызылорда қаласын таңдадым. Оның ішінде мысалы Қызылорда қаласы, Жалағаш ауданы деген сияқты Қызылорда облыстық маңызы бар қаласы дегенді мен таңдадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша таңдайсыздар. Тағы да астына түссеңіздер, оның ішінде қай жақ, Белкөл ма, Талсуат па, мен мына жерде Тасбөген кентін таңдадым. Одан кейін астын қарасаңыздар, онда ештеңе жоқ екен. Сосын тек Тасбөгет деп ғана қойдым да, сақтау батырмасын басып сақтадым. Ары қарай астына түссеңіздер, мына жерде мен бұрын соңда жеке тұрғын үй кезегіне тұрмағанмын деген птичканы басасыздар. Сол кезде екінші қадамға өтесіз. Мына жерде ECK кілті арқылы сіз РСА мен подписация етесіздер. Мына жерде ақпарат тасымалдағыш дегенді басасыздар. Папканы таңдап, ECK кілтіні қай жерге сақтадыңыздар, сол қойманы таңдайсыздар да, РСА-ны басасыздар. Мына жерде мен компьютерге сақтадым. Компьютердің ішінде, загрузкидің ішінде РСА-ны таңдап, солмен қол қойып, біз рұқсат береміз. Таңдап, открыть басамыз. Мына жерге паролін жазамыз. Пароль міндетті түрде әріптен және санынан құралады. Өстіп басқаннан кейін, пароль жазғаннан кейін, открыть батырмасын басып, подписация етеміз. Мына жерде астында мен толық аты жөнім шықты. Мінекей біздің үшінші қадам орындалды. Мінекей мәртебе жаңарту 12 күннің ішінде болмаса, сол мезетте обновитті бассаңызда дайын тұрады. Уже менде сұраныс өңделді. Мінекей уже менде жер кезегіне қойылды. 6385 кезек болып тіркеліп тұр екен. Осылай сіздерде уведомление шығып, қалаған жаңа керек адамыңызға жібересіздер. PDF форматта. Мына жерде оң жақ батырмасын бассаңыздар, сақтап алып, WhatsApp веб арқылы сохранить етесізді. WhatsApp веб арқылы жазатын боласыздар. Менде қарасаңыздар, асты жағында YouTube'да WhatsApp арқылы қалай документ жіберу керек екені көрсетілген. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған келіндеріңіз Амина.